Сәлем достар, бүгін сіздермен қазіргі хит болып жатқан салаттардың бірін дайындайтын боламыз. Ең алдымен соусымызды дайындаймыз. Ыдысымызға тұз, қант және горчичный порошок салып аламыз. Үстіне сұйық май менен сойлы соус құйып, бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді апельсинімізді кубиктап кесеміз, содан соң піскен свекламызды кесіп аламыз. Рукколамызды алдын ала жуып кептіріп аламыз. Рукколаға песто соусын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Тарелкаға салатты жинаймыз. Алдымен рукколаны салып, бетіне свекла, апельсиндарымызды саламыз. Енді творожный сырды кішкентай қасықпен салып аламыз. Үстіне соусымызды қасықпен әдемі етіп жолақша қылып саламыз. Салаттың үстіне асқабақтың дәндерін сеуіп қойдым. Осымен біздің пайдалы салатымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған сымбат. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.